Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Қазақ тілі өз тілім, ана тілім, Абай Мұхтар сөйлеген дара тілім. Қастерлейді ол қызың мәңгі сені, болашағым, бақыттым, дана тілім. Олай болса, қазақ тілі сабағын бастаймыз. Балалар, барлығымыз экранға назар аударайықшы. Экранда суреттерге қарап отырып, болжау стратегиясы арқылы бүгінгі сабағымызды болжаймыз. Қанеки балалар, суретте нені көріп тұрсыңдар? Өте жақсы балалар, дұрыс айтасыңдар. Тағы? Я балалар, біздің сабағымызға қандай байланысы бар екен суреттердің? Я, дұрыс айтасыңдар балалар. Яғни, бұл суреттерде қазақ халқының салт дәстүрлері бейнеленген екен. Олай болса, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақ халқының салт дәстүрлері. Шілдехана. Балалар, бүгінгі сабақта сіздер тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсінесіздер, детальды ақпараттарды анықтайсыздар. Үстеудің мағыналық түрлерін ажыратып, синонимдік қатарларын түрлендіріп қолданасыздар. Балалар, мен сіздерге шілдехана туралы қысқаша мәлімет айтып өтейін. Шілдехана нәрестенің дүниеге келу құрметіне жасалған той. Қазақ халқының салт дәстүрлерінің бірі. Бұл салтты еліміздің кей жерлерінде шілделік деп те атайды. Шілде сөзі парсының чел немесе чил қырық сөзінен шыққан екен. Шілдехананың көне атауы шілде күзет болған. Мағынасы туылғаннан кейін 40 күндік күзет. Анасы мен баласын жын шайтандардан 40 күн бойы күзету. Бұл тойда баланың бауы берік болсын деген құттықтау айтылады. Дүниеге келген нәрестенің отбасы, көрші-қолаң, ағайын туыстары жинап, қуаныштарын бөлісіп, той-думан жасайды. Бұл тойға жақын туыстары мен жора жолдастары алыс жақыннан келеді. Олар шілдеханаға арнайы шақырумен де, шақырусыз да келе береді. Балалар, мінеки шілдехана туралы мен сіздерге қысқаша түсіндіріп өттім. Ал енді бүгінгі тілдік бағдар бойынша үстеу. Балалар, үстеу іс-әрекеттің түр белгілерін, яғни амалын, тәсілін, сипатын, жай-күйін, мекенін, мезгілін білдіретін сөздер. Үстеудің сұрақтары: қалай, қайда, қаншама, не себепті, қашаннан. Ал енді балалар, үстеудің мағыналық түрлері бар екен. Мезгіл үстеуі, мекен үстеуі, мақсат үстеуі, күшейткіш үстеуі, себеп-салдар үстеуі және сын-қимыл үстеуі, топтау үстеуі. Ал енді балалар, үстеуге байланысты мысал айтып өтетін болсақ, таңертеңнен кетті. Қашаннан кетті? Таңертеңнен кетті. Мезгіл үстеуі болады екен. Ал енді балалар, қазір біз бүгінгі мақсатымызға байланысты тапсырмалар орындаймыз. Қазір барлықтарың экранға назар аударыңдаршы. Кинометафора әдісі арқылы бізде тыңдалым тапсырмасы. Шілдехана бесік той, тұсау кесілсін деп той. Ай, шіркін-ай, құда түсін сырға салу бет ашарым-ай. Алты баған аясында сұлу жеткен, қыз бозбала кең далада әлімен жүр тербеткен. Ер жігітке жарасады озып шықса бәйгеден, қыз балаға жарасады алқа шашпау сәукеле.
ұмытылмасын. Ата баба көзіндей ғып сақтай қазақ дәстүрін. Шілдехана бесік той, тұсаукесер сүндет той. Ай, шіркін ай, құда түсі сырға салу деді шарымай. Алды баған аясында сұлу бой жеткен, қыз бозбала кең даланы әнімен бір тербеткен. Шілдехана бесік той, тұсаукесер сүндет той. Ай, шіркін ай, құда түсі сырға салу деді шарымай. Алды баған аясында сұлу бой жеткен, қыз бозбала кең даланы әнімен бір тербеткен. Балалар, тыңдалым тапсырмасын көріп болдық па? Олай болса, тапсырма орындаймыз. Осы тыңдалым тапсырмасында өздері мұқият тыңдаған шығарсыздар, иә? Өлеңде қандай салт дәстүрлер аталды? Иә, балалар, дұрыс айтасыңдар. Шілдехана, тағы бесік той, өте жақсы, тұсаукесер, сүндет той, құда түсу, сырға салу, жарайсыңдар, және беташар. Өте жақсы балалар. Сендер өте ақылды балақайсыңдар. Барлықтарын дұрыс айтып отырсыңдар. Енді балалар, экранға қарайықшы. Осы берілген сөздерді қазір салт дәстүрлермен сәйкестендірейік. Қадамың құтты болсын. Бұл қандай тойда айтылады? Бұл тұсаукесерде айтылады. Бауы берік болсын. Шілдехана тойда айтылады екен. Жолы ашық болсын. Бесік тойда айтылады екен. Балалар, өте жақсы. Барлығымыз дәптерімізге жазып аламыз. Ал енді балалар, енді біздің келесі тапсырмамыз. Мен сіздерге қазір жұмбақ жасырамын. Мұқият тыңдаймыз. Сіздер сол жұмбақтың жауабын ғажайып алаң әдісі арқылы табатын боласыздар. Иесі оның сәби, әрі төсек, әрі үй. Қазір бәріміз экранға қараймыз. Ғажайып алаң әдісі арқылы жұмбақтың жауабын кім шешеді екен? Өте жақсы. Көркемай жұмбақтың жауабын шешті. Дұрыс айтасың. Бұл жұмбақтың жауабы бесік. Ал енді балалар, бесік туралы қандай мәлімет білеміз? Кәнеки, барлығымыз мұқият тыңдайықшы. Бесік нәрестені бөлуге арналған ағаш төсек. Бесікті орталық Азия, Кавказ, Үндістан, Қытай жерін мекендейтін халықтардың басым көпшілігі пайдаланады екен. Тек әртүрлі үлгіде жасалады екен. Бесік көшпелілер көшкен қазақ халқы арасына ертеден тараған екен. Қазақ бесікті қарағай, қайыңнан, көбіне талдан еп жасаған. Мұндай бесік жеңіл әрі ықшам болады екен. Және де көшіп қонуға өте жайлы. Бесік баланың тазалығы үшін өте тамаша және қолайлы. Мінекей балалар, бесік туралы осындай қысқаша мәлімет біліңдер. Ал енді бесікке салу дәстүріне байланысты қандай тыйым сөздерді білесіңдер? Қазір барлығымыз экранға назар аударамыз. Бұл жерде балалар керекті сөздерді жазып, тыйым сөздерді толықтырып дәптерлерімізге жазып шығамыз. Бос бесікті тербетпе, бесікте жатқан баланы шошытпа, баланың бетіне үрлеме, бесікке асылма, бесікті аяқпен тербетпе, бесіктегі балаға төбесінен қарама, бос бесікті ашық тастама. Мінекей балалар, осындай тыйым сөздерді біз әрқайсымыз білуіміз тиіс және үйде жаттап алыңдар. Балалар, бүгінгі сабағымыз біздің өте ерекше, қызықты болу үшін мен сіздерге көптеген қызықты тапсырмалар дайындадым.
Ал енді келесі тапсырма миллион кімге бұйырады ойыны. Яғни берілген үстеулерге сұрақ қойып, тиісті бағандарға жазып шығыңыздар. Мінекей балалар, осы кестеге қазір үстеулерді орналастырып, өздерің дескрипторге сүйене отырып жазып шығыңыздар. Өте жақсы балалар, енді тексеріп алайық. Барлықтарың дұрыс орындаған шығарсыңдар, иә? Өте жақсы, сендер өте ақылды балаларсыңдар, жарайсыңдар. Ал енді балалар, бізде қазір шығармашылық тапсырма. Яғни, learning apps әдісі арқылы сіздер шығармашылық тапсырма орындайсыздар. Бұл тапсырмада сіздер үстеулерді тауып, сұрақтарын жазып шығасыздар. Жазып болғаннан кейін балалар тапсырманы маған сілтеме арқылы жіберіңіздер. Өте жақсы балалар, тамаша. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымызды лайк, репост, комментарий әдісі арқылы өздерің бүгінгі сабаққа кері байланыс беріңіздер. Яғни, сендерге сабақ ұнаса, қызықты болса, лайк басыңыздар. Жаңа анықтама білсеңіздер, репост жасаңыздар. Егер де сабақ бойынша сұрақтарыңыз болса, комментарий жазыңыздар. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі білім алаңында жүздескенше сау болыңыздар.